Саламатсыздар ма, балалар және ата-аналар? Сіздерге осындай пайдалы әрі тиімді кітапты ұсынғым келіп отыр. Бұл кітапта барлығы латын әліпбиімен жасалған. Және де әрбір әріптердегі жануарларды 3D анимация қылып көрсетіп, және ол сөйлейді. Әріптерді үйренудегі қызықты және пайдалы кітап. Сіздер осындай әліпби қосымшасын жүктеп алып, осы кітапты пайдалансаңыздар болады. Міне бізде кітапта барлық берілген. Ішіне кіріп көрейік. Ішіне кіргеннен кейін осы Continue дегенді басып, ойна дегенді басып кіреміз. Кейін бізде әріптер мен аңдардың суреті шығады. 3D деген сурет бар жерге телефонымызды апарамыз. Және де қызыл батырманы басамыз. Сәлем досым, бұл мен Арыстанмын. Сен менің аң патшасы екенімді білетін шығарсың. Қанеки, менің соңымнан қайтала. Арыстан. Жарайсың, балақай. Сен мені таңдадың. Мен итпін, мен адамның ең жақын досымын. Сен менің соңымнан қайтала. Ит. Дұрыс, қандай ақылдысың. Мені кім оятып жіберді? Мен мысықпын, мен әрпіне жауап беремін. Менің соңымнан қайтала. Мысық. Әй, балақай, бәрекелді. Мені кім іздеп жүр? Әй, балақай, сенсің бе? Менің атым Қолтырауын. Қайтала. Қолтырауын. Қолтырауын. Жарайсың. Алақай, сен әрпін таңдадың. Менің атым Су сиыр. Сен менің соңымнан қайтала. Су сиыр. Су сиыр. Ал енді өзің айт. Бәрекелді, қандай ақылды баласың. Ой, сен мені оятып жібердің. Менің атым Үкі. Мен саған әрпін үйрететініме сондай қуаныштымын. Менің соңымнан қайтала. Үкі. Дұрыс, қандай жақсы оқушы. Сәлем досым, бұл мен Тышқан. Сен әліпбенің соңына келдің. Юху! Бәрекелді! Ал енді менің тапсырмамды орындай ғой. Тышқан сөзінде Ш әріпін естіртірсің бе? Және де тек қана әріптерді, аңдарды ғана емес, осындай тапсырмаларды да орындауға болады. Кішкентай балақайларға ыңғайлы әрі қызықты және оңай болады. Сандарды да үйретеді. Көрдіңдер ме балалар, қандай қызық, е? Міне балалар, латын әліпбиі
балаларымыздың ойын дамыту үшін әртүрлі кітаптар алып беріп, осылай дамытуға көмек берейік. Ата-аналарға да, ұстаздарға да қызықты әрі пайдалы кітап. Бүгінгі тақырып сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Керектеріңізге жарасын. Сау болыңыздар.